Так, сәлеметсіздер ме тағы да? Енді былай айтқанда бүгінгі жиналыс мынандай бір үлкен бір ресми отырыс емес, конференция емес, форум емес. Былай айтқанда өзіміздің былай ішкі кәсіби жиналысымыз деп есептейік. Өйткені мына мен енді қазір енді ұлттық киноны қолдау орталығында жаңағы басқарма төрағасының кеңесшісі болып тағайындалдым. Енді осыны бір апта болып болды. Енді біздің жаңағы ұлттық киноны қолдау орталығына қазір үлкен жаңағындай міндет артылып отыр. Мына Қазақстандағы еліміздегі анимациялық студиялар, жалпы анимацияның жағдайын, ахуалын көтеріңдер, анимацияның жаңағы жағдайын жақсартыңдар. Осы бойынша үлкен жұмыстар атқарылыңдар деген бір үлкен не түсіп жатыр, тапсырыс. Енді әрине ол тапсырыс болғанмен де былай өзіміздің ойымызда осы күнге дейін қанша жыл бәріміз бірігіп осы студиялардың арқасында бәріміз еңбек етіп отырмыз, нәтиже көрсетіп отырмыз. Енді менің мойныма артылған жүк әрине мынау енді сол анимацияның жаңа осы бүкіл продюсерлердің бастарын қосып бір арнаға салып ары қарай осы бір үлкен шараларға, үлкен стратегиялық даму жағынан мысалы қалай дамимыз, қалай дамытамыз, қалай нәтиже көрсетеміз деген сияқты мәселелер талқылап, осылай енді бәріміз бір ауыздан жиналып шешсек өте жақсы болады. Өйткені әрине көппен көтерген жүк жеңіл дейді ғой, сондықтан осылай бір ауыздан бәріміз бірігіп осылай еңбек етсек деген ниет. Енді бірден іске көшейік. Енді жаңағы стратегияны талқылай береміз ғой. Стратегияға әлі ұсыныстар айтылады, қаншама көптеген нәрселер бар, мәселелер. Енді қазір осы ең бірінші қадам, менің ойымша, ең бірінші қадам, мына алдында енді мына студиялардың өкілдерімен кездестік, хабарластық, сөйлестік. Ең қазіргі ұшып тұрған мәселе, самый срочный вопрос, это участие в фестивале Комик-кон. Ресейде өтеді, Москве. Комик-кон Раша деген. Сондықтан осы жерде алдында мен сіздерге WhatsApp группаға жіберіп қойдым материалдарды, презентациялық материалдарды. Соның бәрін көрген боларсыздар. Соның ішінде бүкіл несі жаңағыдай стратегиялық бағыты, концепциясы, регламенті бәрі жазылған. Сонымен таныссаңыздар, онда соның бәрі түсінікті болу керек. Бұл үлкен халықаралық көрме, выставка, международная выставка, которая объединяет производителей анимационного контента, киноконтента, гейм-индустрию и производителей разных мерчендайзингов, комиксов и в том числе анимацию, конечно же. Енді осы жағынан алдында да айтылды, осы мәселе бойынша бізге қазір бірігу керек. Ұлттық киноны қолдау орталығы осындай инициатива, осындай бір жақсы бастама бастап отыр. Біз бәріміз бірігіп осы көрмеде бір қазақ анимациясының біріккен стендін ұйымдастыруымыз керек. Осындай мақсат. Фестиваль өзі қазан айының 7-10 аралығында өтеді. 7 по 10 октября будет проходить это мероприятие, и мы должны уже пораньше двигаться, потому что должны успеть для того, чтобы занять место в павильоне, арендовать квадратуру и уже подготовить печатные материалы. Негізгі мақсаты түсінікті әрине. Бізге қазір мына халықарада да өзімізге де дәлелдеуіміз керек. Біздің біріккенімізді, біздің жаңағыдай 10 студия болса 10 жаққа тартып емес, бәріміз бір бағытта бір неге жаңағыдай бір жаққа есіп атқанымыздың бәрін осылай көрсетуіміз керек. Сондықтан біздің жаңағы мынау қазақ анимациясының біріккен стенді деп атап отырмыз. Мы называем это объединенный стенд казахской анимации, потому что ключевым словом здесь является объединенный, поскольку мы должны доказать и другим, и себе, в том числе, что мы все-таки объединены, мы не разрознены, идем в одном направлении и, так сказать, гребем в одну сторону. Поэтому осы жаңағы бастамаға қосылсаңыздар, барлықтарыңыз, әрине жақсы болады. Енді тағы айтып беретін мәселе, әрине біз айналып келгенде қаржы мәселесіне тірелеміз, қаржысына. Бізде енді мынау осы фестивальға қатысу былтыр неге берілмеген болатын, заявка берілмеген болатын, жоспарға енгізілмеген. Сондықтан былай айтқанда бізге қазір асығыстық жұмыс істеу керек болып тұр. Сондықтан менің ұсынысым алдында да бәріне айтылды, хабар берілді. Осы шараға қатысу үшін біз әр студияның атынан былай айтқанда бір
үлес қоссақ, қаржылай үлес қоссақ, оның бағасы, оның көлемі әлі нақты шешілген жоқ. Бірақ енді шамамен бір әр студияның атынан бір 200 мың теңгенің айналасында шығады. Менің ойымша көп ақша емес. Әрине, егер біз сол фестивальден алатын пайданы ескерсек. Сондықтан осы жағынан да қолдасаңыздар тіпті жақсы болады. Оның бәрі әрине заңды түрде жасалады. Мемлекеттік қолдау, ұлттық кино мемлекеттік орталығының жанынан счет ашылады. Сол жерге жаңағындай бәріміз аударып, кәдімгідей бүкіл дәлелін бәрін, бүкіл счет, фактура, бүкіл фискалдық документтерін, құжаттарын бәрін әрине көрсетеміз. Сондықтан енді мен алдын ала сөйлескен кезде, хабарласқан кезде бәрінен қолдау тапқан сияқты болдық. Енді біреу ойы бұзылып, жаңағыдай жоқ деп жоспарын өзгертіп кетпесе, әрине. Осы күнге дейін бүкіл студиялардың өкілдері, продюсер бәрі қолдады, бәрі келісті. Енді алдағы жаңағы жоспарда бізге осы стендті біз қалай толтырамыз, немен толтырамыз, қандай материалдары бар деген сияқты жаңағы сұрақтарға қазір шешім жауап табуымыз керек. Как всегда, финансовый вопрос нас беспокоит. В центре пока на этот год не предусмотрено на октябрь поездка на фестивали, в том числе и на Комик-кон. Поэтому я инициировал, поговорил с продюсерами, инициировал вопрос с поддержкой, с индивидуальной с каждой студии, именно в финансовом плане. И на данный момент все студии, 100% все студии, с кем я разговаривал, все поддержали. Огромное спасибо за поддержку. И никто не отказал. И именно в рамках ГЦПНК мы откроем счет. И, в принципе, там будем собирать финансовые средства с каждой студии. Там в пределах 200 тысяч, я думаю. Пока точно сумма еще не ясна. Сейчас мы полностью определимся с квадратурой арендуемого павильона нашего стенда. И там уже будем рассчитывать на каждую студию. Вот так вот. Пока. И сейчас получается у нас большой вопрос именно вот с контентом, что мы будем, чем будем заполнять стенд, у кого есть какая продукция, кто чем может, так сказать, торгануть именно в этом пространстве. Я уже 100% понимаю, что с Орасханом мы говорили, у Орасхана есть комиксы, есть мерч, есть фильм. То есть, есть постеры, трейлеры, тизер, как раз к этому моменту уже будет какой-то материал, я думаю, основной, поэтому в этом плане мы с Росханом уже поговорили, и я уже поддержку получил. Хан Комикс в деле, Хан Комикс, по-моему, то есть в строю. Дильшат, у кого какие есть предложения именно по стенду, можете прямо сейчас уже высказаться, чтобы мы уже имели какой-то план предварительный. То есть игрушки, неважно, игрушки, продукция, анимационные фильмы, короткометражные, полнометражные, какие-то, может быть, не знаю, мерчендайзинг, какие-то сопутствующие товары можно там продать. То есть это, так сказать, выставка, где можно продать все. Поэтому у кого есть какие предложения, можете прямо сейчас высказываться. Добрый день, Салмас Тарма, студия Dala Animation. У нас только на один мультик у нас есть права, на один мультсериал. Мы его хотели выставить 10 серий. Сделано очень качественно. Скорее всего, мы один мультсериал будем выставлять, на которых у нас есть права. Дильшат, я насколько помню, у тебя колыбельная заканчивается в августе или в сентябре? Да. Ты же можешь ее тоже продвинуть именно. Там же я хочу обратить внимание, что там не только продажи, там будут и деловые общения по фестивалям, сейлс-агенты какие-то. То есть там будет очень такой крутой движняк, и в принципе не только продать, но и продвинуть на фестивале можно будет. Как полнометражные, так и короткометражные, так же, как и сериалы. Поэтому, если Дильшат у тебя готов будет тогда уже к этому времени фильм, короткометражка 10-минутная, то ее, в принципе, ему тоже можно будет там. Да, классно, тогда с нас 2 фильма. Да, уже видите. Один мультсериал, один творческий проект. Ага. Так, Жанбек, Астана фильмде қандай нелер? Сенде естуім шенең бар ғой, да? Қайырлы күн, саламатсыздар ма? Парықтарыңызды естіттім ма? Жаңа сәлемдесуім естілмеді ойлаймын сіздерге. Адай, менде сұрақ, қазір біз сонда бұл ақша шығарып алатын кезде баннер ұқсаған орын, ілуге арналған орынмен бірге заттар қоюға орында да болады ма соның ішінде?
иә осы сол деңгейлер как раз қоюға көрмей тастаған жасап деген сияқты. жоқ, кәдімгі стенд, біз қазір 20 квадрат деп жоспарлап отырмыз, 20 квадраттық квадратное помещение стенд. И соның ішінде жаңағындай постер ілетін ондай арнайы енді орындар болады. Үлкен телевизор тұрады, біздің трейлерімізді көрсететін, мысалы Сол жақ видеоматериалдар болсын. Сосын алдында кәдімгі үлкен стол болады. Біз енді ол жерге жаңағы немене қоямыз, жаңағындай бір футболкалар болса, мына жерде принтпен деген сияқты кепкалар, жаңағыдай ойыншықтар, комикстер басылып шығарады. Соның бәрін алдыға қоямыз. Сол жаңағыдай осы сондай материалдар болады. Егер жаңағыдай фильмдер болса, онда сол постерді шығарып, жаңа неге шығарып қоямыз. Жақсы. Ондай болса, менің ойым сол, біз постер дайындаймыз, соған не қылып. Ал енді трейлер әрбір студия ортақ шығарған шығар, бір студия 30 секундтан ба сондайдан дайындап, өз студиялардың өнімдеріне. Сосын үздіксіз айланып тұратын қоюға болады ғой да, онда егер жоқ, негізі Жәнібек, ол да дұрыс бір жағынан, бірақ біз енді егер сатамыз деп ойласақ, әр фильм индивидуальный ғой, оны бәрін бір неге араластыру қажет жоқ деп ойлаймын. Әрбір студия өзінікі болса керек. Әр студияның өзінің несі болу керек, әр студияның өзінің папкасы болу керек та, былай айтқанда папкасы. Өйткені адамдар, көп адамдар өткен кезде ана постерді көріп кейбір қызығуы мүмкін. Мысалы, сен фильміңді бір көреді, айтады, мына фильмнің трейлерін көргім келеді. Сол кезде сен трейлерін қоса қою керек. Қандай тағы да материалдар бар, концепт арт, солардың бәрін көрсеткен кезде әр студияның өзінің өнімінің папкасы бөлек-бөлек тұру керек. А бірақ біз жаңағы былай айтқанда дежурный во время ненің кезінде, жай фестивальдің кезінде біз оны қосып қоямыз, бір жаңағы общий бір ролик айналып тұрады. Жақсы. Біз дайындаламыз. Трейлер дайындаңыздар. Көп емес, бір минут жеткілікті. 1 минут. Бола ма, сөз бересіз бе? Иә, Мақпал ханым. Қалдарыңыз қалай? Қуаныштымын көргеніме. Негізінде мына отырған студиялардың көбісінің өнімдердің правасы балапанда ғой. Өткенде ол тұр. Біз негізінде түрлі әлемдік көрмелерге қатысамыз ғой. Балапанның мультиктері, қазір сериалдары шетелдерге жақсы сатылып жатыр. Биыл да біз дайындап жатырмыз материалдарды. Яғни біз өзіміздің тарапымыздан каталог дайындайық, өйткені бізде объем үлкен. Содан кейін роликтар дайындап берсек болады. Содан кейін жаңағы ортақ стендке ақша шығарып мемлекеттік мекемеде істедіңіз ғой, Адай. Алдын ала қарастырып қиындау болады, сондықтан сол мәселені шешуге мен тырысайын. 1 теңге болса да жеке студиялар сияқты емес, алдын ала жоспарға салынбаса қиын болады. Соған мен егер ол шешілетін болса, онда бізге ешқандай проблема жоқ. Қазір көреміз, талап қандай, қанша соңғы жылдардағы өнімдер 2020 21 қандай бұл жерде? Әдеттегідей әр фестивальда соңғы 3 жылдағы фильмдерді қарайды, өйткені 5 жыл десек, 5 жыл уже ескіріп кетеді, сондықтан соңғы 3 жылдың ішінде түсірілген фильмдердің бізге несі сондай шектеу қоямыз. Фильм произведены за последние 3 года. И чтобы совсем старыми. Международная практика 3 года. Басшысымен сөйлесейін, сосын қосымша ақпарат беретін болам. Негізі Мақпал ханым, ана осы жаңа сіз айтып кеткен мәселе өте негізі өткір мәселе. Жаңағы көп студиялардың жаңа дайындап отқан фильмдері балапанның тапсырысымен жасалған фильмдер болу керек. Сондықтан оны қалай шешеміз? Қалай болады? Мысалы, Тілек, сендерде қалай аңыз фильмде былай балапанның тапсырысынан тыс неге стендқа ілетін, стендқа шығаратын, сатылымға шығаратын өнім бар ма? Өнім көп студияларда жоқ қой, сол мәселе сода болып тұр. Дистрибьюциялық құқық. Құрметті әріптестер, саламатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Барлықтарыңызды көргеніме қуаныштымын. Бізде енді негізгі осы 1-2 жылдағы өнімнің көбі сол балапанға арналған жобалар. Енді одан тыс өзімізде кішігірім бір бұрын жасалған бір сериалдың несі бар, жобасы бар. Бірақ ол жарай ма, жарамай ма білмеймін. Бұрын деген қашан? Қанша жыл бұрын? 2019-дың аяғы болу керек. 2020
Жоқ, 2019 деген аяғы болса, 20 болса, жаңағы емес, қатты не емес, жаңағыдай талапқа келіп тұр. Бірақ ол қандай формат? Сериал ма, полный метр ма? Сериал 5 минуттық, 4 минуттық сериалдардың жобасы. Енді одан қысқа біз жаңағы трейлер жасап, нелерін көрсетуге болады. Жақсы, онда тағы да бір немен жасаймыз, онда жаңағы Google дисктен бір не, былай айтқанда, хранилище ашамыз да, сол жақта негізін бүкіл материалдарды нетеміз ғой, жинаймыз ғой, сол кезде тағы да қараймыз. Өйткені әрине біз сапасына да қарауымыз керек, сапасына да, өйткені ол да маңызды. Качество мы должны тоже рассматривать, потому что мы же не можем все, что у нас есть, вкладывать на стенд. Балапанның жобасын бере аламыз ба? Вот соны мен білмей тұрмын ғой, Мақпал ханым айтады. Балапанның жобаларын тілек, сіздер барып көрсеткенмен оны жаңа келіссөздер жүргізу сондай құқық сіздерде болмайды. Сондықтан да сол жағы дұрыс па? ол жоқ, сондықтан да оны қазір құқық сіздерге де бере алмайды. Құқық алу үшін балапаннан кішкене ұзағырақ, жарты жылға дейін жұмыс болады да, сондықтан дәл мына шараға жаппай құқық беріп кетпейді. Біз осы күнге дейін 2-3 студияға ғана белгілі бір жобаларын сатуға құқық бергенбіз. Корпорацияның өзінде үлкен сатумен айналысатын бөлім бар, сондықтан бере бермейді. Сондықтан балапан өзі қатысып отырғаннан кейін, бұл жерде бүкіл фильмді балапан өзі жаңағы өкіл болады, солай ғой, Мақпал ханым, өкіл жібересіздер ғой сол жақта. Біле отырмыз, бұл мәселе соң мен бұл Өзім бір сұрақ бар, Адай. Анау бізде егер де мынау қазан айында болатын болса, жаңағы алтын адам қазақ фильмімен бастаған жобамыздың соның қаншылық жүреді, соның концепттерін апарып көрсетіп, жаңағы постер жасап, соны жүргізсек қалай болады? Әрине, это уже қазақ фильмінің проекті болғаннан кейін қазақ фильмі оны өзі шешеді ішкі жағынан. Бізде қазір президент Айдар Асқарұлы Баталов отыр, сосын Ольга Дмитриевна Хрущева, международные отношения жағынан. Сондықтан осы кісілермен бірге хабарласып, Айбике Рахимжанова продюсер, осы жаңа ненің алтын адам продюсері. Барлықтарыңыз қосып, бірауыздан шешіп, материалдар дайындап, в принципе, қазақ фильмінің атынан Мұзбалақты да, Күлтегінді де, алтын адамды да, мысалы, менің атым Қозы деген сериал болды, мысалы, соны шығаруға болады, былай айтқанда. А можно вопрос? Здравствуйте, Айбике Рахимжанова. Подскажите, пожалуйста, у каждой вот студии, вот, например, у киностудии «Казахфильм» есть большой багаж производства фильма, у телеканала «Балапан» есть большой багаж. Есть у нас регламент по количеству все-таки того контента, который мы везем, и по количеству участников? Потому что если у нас здесь около 10 студий, если от каждой студии, это около 2-3 представителей, это 20-30 человек на одном стенде. Ну, в принципе, я думаю, что ограничения в любом случае будут, потому что мы же не можем весь материал, то, что у нас есть, все выкладывать. Особенно, допустим, Балапан, там очень много проектов, и там, я думаю, только для Балапан нужно будет 1 или 2 стенда. Там, не знаю, Да, об этом и вопрос. Поэтому я думаю, что сейчас мы сначала соберем, ну, я думаю, что, допустим, телеканал Балапан и Казахфильм, они сначала соберут как бы основное количество фильмов именно, как бы, как сказать, внутри себя, то есть как бы сами сначала обсудят, а потом уже мы в общем посчитаем все количество всех студий, все количество фильмов, и там уже будем разбираться. И кто будет заниматься? Заниматься будет центр. Вот, кто заниматься будет баннером, именно дизайном баннера? Дизайном, наверное, лучше будет, чтобы разрабатывала каждая студия самостоятельно. Как считаете? Единого дизайна не будет. Будет один в стенде будет одно пространство, где будет у нас полностью как бы вот такой централизованный с логотипом Казахсинема, с Казахфильм, то есть логотипы будут присутствовать. Это будет центр заниматься. А именно индивидуальными постерами и трейлерами будут заниматься сами студии, и то есть как бы сами будут представлять. То есть плюс к этому от каждой студии должен будет быть один представитель. Причем фестиваль будет проходить офлайн. То есть надо будет ехать, это командировочные расходы, поэтому это тоже учитывайте, пожалуйста, при расчете сметы. Здесь идет речь только о том, что идет общая сумма на стенд, правильно? Да, мы туда не включаем. Аренда стенда и принт, то есть как бы распечатка материала. Распечатка.
Это У тоже меня расход, вопрос. поэтому. Да. Здравствуйте. Меня хорошо слышно? Да-да, Уразхан, мы хорошо слышим. Смотрите, мы там выставимся, ну, поедем туда, выставимся, поставим стенд, приедем, сделаем какую-то выкладку. Помимо этого что-то планируется? Ну, то есть какая-то презентация, то есть, может быть, выступление на сцене. Либо мы просто поедем и как рядовые участники выставили стенд и торгуем книжками, грубо говоря. Может быть, планируются какие-то участники. И такой момент из собственного опыта. Мы несколько лет хотим туда поехать, но намеренно не ездили, потому что все-таки мы другое государство, и мы ждали, пока нас позовут сами. То есть мы росли в это время, набирались опыта и ждали, пока нас пригласят в качестве гостей. Если поговорить с организаторами, там такой опции нету, что зовут гостей из другого государства. Потому что вы скинули Давайте нам обсудим. презентации, цены, это все как бы для граждан России. А мы все-таки, может быть, сможем как гости туда заехать. Давайте обсудим. Хороший вопрос. Надо обсуждать с организаторами. И уже там, в принципе, есть площадки для мастер-классов, для показов, то есть как бы какие-то воркшопы проводить, например, круглые столы, собрания, это огромное мероприятие, это огромный комплекс мероприятий. Поэтому если у кого-то есть желание провести мастер-класс, собрать аудиторию, провести мастер-класс, показать там какую-то презентацию проекта, то, в принципе, я думаю, что это не проблема. Мы будем договариваться и как гости, да, чтобы они нам выслали приглашение, и уже вот именно в этом формате выступать. Еще такой момент, то есть нам бы хорошо знать, в какой зоне нас планируют поставить. То есть если это рекламная какая-то зона, то, возможно, там торговля будет не совсем уместна. Либо, то есть узнать, кто наши соседи, с кем мы там будем рядом стоять. И если планируется все-таки какая-то продажа, то есть у нас она планируется. И, возможно, нам параллельно с общим стендом, возможно, нам нужно будет брать еще один стол на аллее авторов, чтобы посадить туда авторов комиксов и автограф-сессии какие-то устраивать. Это вот я про нас говорю. Хорошо, это хорошее предложение, мы сейчас это все будем прорабатывать. Сейчас запишем все это дело, и будем с организаторами разговаривать и уже полностью уточнять эти вопросы. То есть нам нужна какая-то программа, то есть даже просто выйти и сказать: здравствуйте, мы такие-то, мы оттуда-то, оттуда-то. Потому что я в прайсах смотрел, там на выступление на сцене это еще отдельный ценник идет. Но, опять же, повторюсь, это для россиян. Для нас, может быть, будет какое-то исключение. Давайте мы узнаем, созвонимся с организаторами и узнаем как раз вот эти вопросы, озвучим. Я думаю, мы получим ответ, и тогда уже еще раз, может быть, соберемся в Zoom-конференции и уже более детально обсудим. Это хорошее предложение, это хороший вопрос. Еще какие-то вопросы есть? Если есть вопросы, в принципе, можете задавать. Мы сейчас конкретно вот именно для этого и собрались, чтобы записать все основные моменты, которые вот именно мы можем дальше обсуждать с организатором. Адай, мендегі сұрақ, жаңа айтып жатыр ғой, тілектер, мысалы үшін 2019 жылда бір жасаған проектіміз бар еді деген сияқты. Соғысаған ол ярмарка болғаннан кейін, міндетті түрде аяқталған проект болуының қажеті жоқ шығар, ондай бір тизер сондайын дайындап, соны көрсетіп, каталогын жасап деген сияқты, солай жасауға болады ғой басқа студияларда. Әрине. Бұл жерде біткен жобаны көрсету деген әңгіме жоқ. Бұл жерде басталмаған жобаны даже әлі суретпен ғана көрсетілген, концертпен көрсетілген. Өйткені бұл жерде мәселе мақсаты да сол ғой. Ақша табу, инвестор табу, партнер табу деген сияқты. Сондықтан жаңағыдай тизермен, трейлермен де шыға беруге болады. Біздің мақсатымыз да сол. Если мы хотя бы, не знаю, создадим хоть один прецедент, что мы продали какой-то фильм или заключили какое-то партнерство с какой-то компанией, заключили, не знаю, там финансовые какие-то, может быть, вливания, инвестиции именно в наши проекты, хоть один прецедент, то это уже будет большая победа. Я просто надеюсь на это, что мы сможем это сделать. В таком случае нужно делать, мне кажется, какой-то каталог, в виде раздатки. И партнеры, даже не партнериться, а
к организаторам, может быть, подойти. Там был такой пакет, что даже не пакет, а вот ценовое предложение было такое, что логотипы на билетах, брендированные стойки на входе и так далее. Плюс в таких мероприятиях есть какие-то пакеты для специальных гостей. И в эти пакеты компании вкладывают свою какую-то продукцию. То есть, если Да, это узнать, то вложить каталог фильмов, ну, мы свой каталог будем вкладывать туда. У нас есть раздатка, мы под это дело будем специально, ну, тиражи заказывать с символикой фестиваля и будем бесплатно раздавать. Я думаю, это нужно будет сделать тоже всем вместе. да, обязательно, обязательно. Плюс к этому, в этот пакет еще будут входить, скорее всего, как партнеры еще выступят у нас там Рахат, как свою шоколадную кондитерскую продукцию. И плюс еще вот на какие-то такие вот памятные вещи, памятные сувенирные вещи, вот как с брендом Казахстан или Казах Синема, или вот анимационные вот наши студии. Поэтому и буклеты, и эти вот вещи, они все. Но это все надо разрабатывать и нанимать дизайнеров. У вас есть дизайнеры? У нас есть готовый кейс. Я думаю, да. на днях я, наверное, приеду к вам, когда вы будете в офисе, и привезу посмотреть. Давайте, здорово. Bir ортақ дизайны болу керек сияқты. Мысалы, әр студия өзі жасаса, біз ондайды көріп жүрміз ғой, әртүрлі және сәнсіз, актуалды емес болып қалуы мүмкін. Соған сіздерде көзқарас бар ма? Мысалы, ортақ барлығы материалдар өткізіліп, бір компания немесе бір дизайнер жасау керек деп ойлаймын мен. Дәл стендті. Так. Енді жаңа айтылған бойынша бізде стендте өз бір бөлігі болады, жаңағыдай ортақ, бәріне ортақ. Жаңағыдай Қазақ Синеманың логотипімен, Балапанның логотипімен, Қазақ фильмінің, басқа студияның логотипімен, это ортақ өзіміздің. Енді әр компания, әр студия өзінің постерін шығарған кезде, өзінің несін шығарған кезде, рекламный материалдарын шығарған кезде, енді ол жерде енді бәрі бірдей болу деген шарт жоқ деп ойлаймын, өйткені бәрі біріне ұқсас болса, онда кішкене өтеді. Дәл стендті сіздер өз мойындарыңызға алып отырсаңыздар, материалдар біздің тараптан, ал стенд жасату дизайны сіздерден болса, ол түсінікті, онда келісеміз. Ал мен айтып отқаным, жеке раздаточный материал постерларға қатысты емес, әрине ол бөлек болады оның барлығы. Демек, сіздер аласыздар өз мойныңызға, иә? Иә, біз сол үшін қазір қаржы жинап отырмыз, сол үшін ақша жинап отырмыз, сол ақшаның ішінде, сол ақша соған жұмсалады. Сол жердегі стендтің жаңа дизайн бәрін қарастырамыз. Ол жерде әртүрлі квадратура бар, әртүрлі жаңағы мүмкіндіктер бар. Сондықтан сол жерде мүмкін оны жаңағыдай распечаткасын бәрін Қазақстаннан жасап, ол жаққа апарудың қажеті жоқ шығар. Мүмкін сол жақта Мәскеуде табатын шығармыз бір компания. Алып сөйлеген нүкте болды. Енді ол мәселелердің бәрін әлі біз талқылаймыз, өйткені огромная работа, үлкен жұмыс. Осының бәрін қазір жоспарлап, бәрін келіссөздер жүргізіп, договориться, выяснить, какие у нас эти будут, какие варианты, какие возможности. И, в принципе, бірақ енді айналып келгенде бәрі тағы да қаржыға тіреледі. Опять же, все упирается в финансы. И сколько мы соберем, на это и будем рассчитывать. Конечно, соберем больше, и стенд будет круче. Соберем меньше, и стенд будет поскромнее. Поэтому я все-таки призываю объединиться. Я думаю, это будет первый шаг наш казахской анимации в деле объединения. И если мы покажем результат, то это будет прямо хорошо всем. Поэтому призываю всех объединяться в этом вопросе. Объединенный стенд это сложно выбрать. Но когда при переговорах с Казахфильмом, с студией Казахфильм, мне сказали, что есть некие средства, заложенные на фестивале, если я не ошибаюсь, которые Казахфильм, в принципе, может выделить. То есть, как бы речь идет не о той сумме, которую мы уже озвучили выше, а намного больше. Если Казахфильм не поменял решение и это остается актуальным, то это было бы совсем хорошо. Это была бы огромная помощь со стороны киностудии Казахфильм в продвижении не только стенда, а вообще всей казахской анимации. Ольга Дмитриевна, мы с вами разговаривали, с Айдарханом разговаривали. Помните, в предбеседе был
Ну да, мы разговор сейчас о все это в некой рабочем сумме. порядке еще раз Ага. пересчитаем, вот какие возможности есть, чтобы понять. Сейчас вот среднюю цену мы услышали, и плюс тоже просчитаем, какие еще дополнительные возможности появляются. Мгм. Будем мы вот с Асель, да, с вами мы на связи, да. хорошо. Всё Мы это. все-таки надеемся все-таки на помощь Казахфильма как крупнейшей компании в Казахстане, поэтому Ну да, нет, конечно, мы сейчас все тоже рассчитаем. Хотя само по себе очень интересно. конечно, это очень, очень большое мероприятие, которое принесет положительные плоды для развития. Ну, в целом вот так вот обстоят дела, вот такой план. И если мы все это разработаем, нужно это все сделать, то это будет сосын очень- адай менде әр студия 200 мың теңгеден жинайды деген жерден кіріп қалдым да. Мгм. 200 мың теңгеге басқа қандай жұмыстар кіреді ол жерде жалпы? иә, біріншіден тілек 200 мың теңге деген біз әлі былай айтқанда өте мутный, өте туманный жаңағыдай нақты баға емес ол біріншіден. Қазір 200 мың теңге нақты ешкім айтпайды 200 мың теңгенің бағаны, ол біз жай өзіміз қазір жоспарлап отырмыз, бірақ одан аз да болуы мүмкін, одан көп те болуы мүмкін. Сондықтан біріншіден соны айтып кетейік. Екіншіден жаңағы алған ақша, өзіміздің арамызда жиналған ақшаның бәрі стендтің арендасына кетеді. Стендтің арендасын біз есептедік. 3 күндік арендасы 20 квадраттық, ең кішкентай, ең минимальный 20 квадрат, 20 квадрат. Самая минимальная квадратура нам обойдется в 1 600 000, 1 600 000 теңгеге бізге шығады. 3 күндік арендасы. Оның ішіне тек қана ол квадратура ғана кіреді. Одан тыс тағы да немене бар оның стендтің дизайны бар, оның жаңағындай мебелі бар, келе-келіп арендасы бар. Оны бөлек-бөлек әр нәрсені олар арендаға береді. Сондықтан ол жаңағындай материалдарды қоятын столдар бар, орындықтар бар деген сияқты. Соның бәрін қараймыз ғой, қандай бізге нелер ұсынады, біз соның бәрін сараптап қарап, өзіміздің тілімізге қарап, мүмкіндігімізге қарап, соның бәрін тағы есептейміз. Ең бастысы соған кетеді. Енді жаңағы егер әр студиядан бір өкіл барамыз десе, фестивальға барып, өзінің студияны таныстырып, продюсер барам десе, онда ол бұл ақшаға кірмейді. Әр студия өзінің несін өзі шығарады да, өзі командировкасын бәрін өзі жібереді. Өзінің Ал 3 күн ғой, иә? Негізі 3 күн, иә, жетсін онына дейін. Я извиняюсь, Адике, можно вопрос? Я просто отходил в бухгалтерию, извиняюсь. Да, здесь разговор шел о том, что Казахфильм участие подтвердил, в принципе. Единственное, там вопрос по вложениям, насколько мы будем участвовать по нашей доле, да? Можно это же есть какой-то организационный штаб, кто наверное, в твоем лице, кто это будет все организовывать. Мы можем официально получить запрос от этого штаба? Ну, конкретная сумма, да, и так далее. Потому что сейчас я пока вижу презентацию, здесь я вижу все цены, двухэтажный стенд, площадь под рекламный стенд, конструкцию, прочее, но все в рублях здесь. И долевого участия непонятно пока. Если официально мы бы от вас письмо получили, мы бы официально подтвердили бы. Обязательно, обязательно мы это сделаем, письмо направим. Но для этого нам сейчас нужно будет сначала все высчитать, потому что мы сейчас рассчитываем на 20 квадратов, рассчитываем. Но если мы сейчас получим много материала, мы можем просто не уместиться в эти 20 квадратов. Нам будет нужна территория побольше, квадратура побольше. Согласен, да. Как мы определимся с этим материалом, с этой информацией, тогда мы уже полностью будем по долям разбивать, но в любом случае мы надеемся на Казахфильм, как я уже выше говорил, так как Казахфильм все-таки организация намного больше, чем все остальные, так скажем. Поэтому было бы хорошо, если бы Казахфильм нас поддержал именно немножко масштабнее. Мы с удовольствием, всем, чем можем, поможем. Но у нас же, знаете, сами доходы есть и расходы огромные тоже. Поэтому мы давайте от вас получим, мы по максимуму, что сможем, финансово, естественно, организационно все будем максимально содействовать. Это очень интересно, да. Поэтому мы в целом в лодке вообще, да. Все подготовим, все правильно. Здорово, спасибо. Я извиняюсь, у меня просто, сейчас еще одна встреча, я хотел бы сказать, что всех рад видеть. И по поводу проекта, Адике, если мы с вами встретимся на следующей неделе, по Алтанадаму вопрос все-таки так, в рабочем порядке. В рабочем порядке, все решим. Да. Все, всех рад видеть, всем всего хорошего. Всем успехов.
Так, енді осы мәселені бір шештік деп ойлаймын. Енді жаңағыдай ары қарай енді біздің мақсатымыз әр студиядан келісім алу. Әр студия келісім берсе, ешкім қарсы емес біз десем, бәріне қызық болса, онда біз осымен жаңағы комик-конның мәселесін қазір жабайық. Ары қарай біз уже Әсел екеуміз жаңағыдай центрда будем это все разрабатывать дальше, обсуждать, договариваться, созваниваться и уже приходить к какому-то итогу. И постоянно әрбір переговордың нәтижесінде у нас есть WhatsApp-группа, и там будем всю эту информацию выкладывать, будем отчитываться, какие были договоренности, қандай шешімге келдік, кіммен сөйлестік, деп сіздерді бәрін хабардар етіп отырамыз. Так, енді екінші мәселе. Біз былтырдан бері мына қазақ анимациясының, Қазақстандағы анимацияның тарификациясы туралы, нормативтері туралы біз жүрген болатынбыз. Өйткені қазір, мысалы, әлі күнге дейін осы қазақ анимациясы пайда болғаннан бері, әлі бір рет Қазақстанда мына стандарттар болған жоқ анимациялық фильмдер. Осы күнге дейін бәрі киноның стандартымен жүрген. КПП санау, календарно-постановочный планды, смета жасау, оның жаңа ішіндегі штатный расписаниясы бар. Оның жаңағы форматтары деген сияқты мүлде жоқ. Қазір мысалы киноның қолдау орталығы бар. Соның ішінде әлі күнге дейін сол бұрынғы қазақ фильмінен қалай болды, сол немен жаңағыдай сол формамен әлі келе жатыр. Мысалы, біздің мысалы анимацияның сметасында аренда транспорта деген нелер бар. Пункттер бар. Ол мысалы мүмкін емес қой, біз анимация бізге транспорт деген үлкен жаңағыдай, оның ішінде қаншада миллиондаған суммалар жатады мысалы. Сондықтан осының бәрін бір қалыпқа келтіру үшін біз арамызда Иван Ардашов отыр. Иван разрабатывал черновой вариант, черновой драфт, именно первый драфт варианта именно стандартов и нормативов для анимации. Жаңағындай қысқаметражды фильм деген қандай, толықметражды фильм деген қандай, анимационный сериал деген қандай, оның бағалары қандай болу керек, оның жаңағы неменесі штатында мысалы қандай адамдар болады. Мысалы әлі күнге дейін раскадровщик деген бізде штат жоқ. Хотя раскадровщик это отдельная позиция, правильно? Раскадровщик это отдельная позиция, которая должна заключаться, договора заключаться. Но так как этих положений, этих позиций нету в положении ни в Казахфильме, ни в ГЦПМК, получается, у нас этих позиций нет. И при оплате этой работы мы всегда сталкиваемся с трудностями, потому что это все-таки есть отчетность перед государством. Поэтому в основном бәрін бізге надо разработать общие стандарты для анимации в целом. Есть сейчас уже такой фундамент, который мы разработали, и теперь нужно будет тоже как бы его обсудить со всеми вами. Если у кого-то есть какие-то пожелания, если у вас есть какие-то предложения, то, в принципе, мы готовы это все обсудить. Потому что то есть это будет самый главный документ в анимации, который мы сегодня разработаем и утвердим, то все запуски, все расчеты финансовые и календарные по срокам, все они будут именно основываться на этом документе, на этих нормативах. Сондықтан біз осыны жаңа бірге нетуіміз керек. И плюс к этому мы должны уже выровнять ценообразование анимации в стране. Это мы тоже уже обсуждали с нашими коллегами. То есть мы говорим сейчас не только о Казахфильме, о ГЦПМК, мы говорим и о телеканале Казахстан, в том числе телеканал Балапан. То есть сейчас наблюдается ситуация, когда есть разница в цене, допустим, одного проекта. Поэтому мы должны будем сейчас тоже этот вопрос отработать, чтобы выровнять цены. Қуаныш? Не дейсің? Жоқ. Айта бер, нормально бер. Сен ақша аз қалып дедің, бірдеңеден шошып кеттің? Жоқ. Просто семьяның нәрсесімен араласып кеткенде әлгі. Сен микрофонды өшіріп қой, онда Қуаныш, микрофонды өшіріп қойсаң, біз естімей. Иә, сол ашып кетті ғой. Жаңағы осы мақсатты мәселені нетіміз керек. Алдында біз Мақпал ханыммен осы мәселені көтерген болатынбыз, талқылаған болатынбыз. Бір ортақ бағаға келуіміз керек. Өйткені былай қарағанда Қазақстанда Алматыда нан 50 теңге, Ақтөбеде 250 теңге деген сияқты болмау керек та. Сондықтан бізге осының бәрін бірге бір қалыпқа, бір арнаға түсіріп, мы должны сейчас выровнять цены на анимацию именно в том плане, что
расценки должны быть одинаковые, и силы должны быть равны. Ну и результат, конечно, тоже. Поэтому этот вопрос тоже мы должны просто разработать. Везде и будет стимул для развития студии, и открытия новых студий. И я думаю, что это производственные компании меня поддержат. Адай, кешіріңіз, жаңағы Иванның жасаған драфтовый вариант документін біз көре аламыз ба? Өйткені бұл мәселені біз Балапан телеарнасы өз деңгейінде мен жеке өзім 3,5-4 жыл көтеріп келе жатырмын осы мәселені. Бірақ сіздердің жаңағы құрылыммен, Қазақфильммен жаңағы сіз қарайтын министрлік, мәдениет және спорт министрлігі болғандықтан, Балапан ақпарат министрлігі болғандықтан, екі министрлік ешқашан бұл мәселені өзара талқыламағандықтан, осы мәселеге біз инициатор болып, сол министрліктерді бір отырғызу үшін біз жаңағы мен Балапан мүмкіншілігін білемін ғой, шамалап. Сондықтан да сол документ жасауға қатыссақ, жаңа сіз айтып қалдыңыз, анимациялық фильмдердің, сериалдардың төлемі барлығы жасалып жатыр деп. Егер болса маған жеке қарастыруға. Жақсы, жіберемін. Бірақ бірден айтып кетуім керек, бұл біз жасаған әлі бірінші драфт, бірінші черновик, сондықтан оның ішінде әлі көптеген өзгерістер енгізу мүмкін, әлде көптеген нәрсені қайтадан қарастыруымыз мүмкін. Оған біз ешқандай кетпейміз, ашық документ. Сондықтан соны бір талқыласақ, сіздерге жібереміз әрине. Жарайды, өйткені біз 100 теңгеге болсын көтере алмай жүрміз ғой, бүткіл бюджеттік комиссияның алдында да, министрлікте де, басқа мекемелерде де, өйткені бізде тарификация телеарна ретінде бізге анимациялық студия деп емес, ақшаны телеөнім деп береді. Сондай үлкен бір мәселелер бар, оны жеке өзіңізбен кездескенде, өткенде келіскенде бәрін келістік, тамаша. Сұрақтарыңыз болса, Қасиет, Қазақ киностудиясында, анимациялық студиясында қандай нелер бар, қандай өзгерістер бар? Міне қандай осы біздің айтқан жаңа стендқа қандай материалдар шығарасыңдар? Сендерде енді Балапаннан басқа да өздері жасап жатқан дүниелерің бар ғой? Ана Махамбет тоғыр жасадыңдар, олардың правасы бар ма, құқықтарың бар ма сендердің? Неге сатылымға шығаруға ешкім келісін? Саламатсыздар уақыттарыңызға. Бізде Махамбет бар, болмаса басқа нелер бар деген сияқты, бірақ негізі анықтап алатынымыз, бұл негізі жәрмеңке ғой, бұл фестиваль емес қой. Бұл фестиваль емес, бұл айтқанда көрме ғой, үлкен көрме. Маркет. Онда көрме болатын болса, негізі жаңағы 3 жылдық жұмыс, болмаса 4 жылдық жұмыс деген сияқты емес, жалпы качествосы жететін өзіміздің жаңағы істей алатынымыз көрсететін дүние болса қоя бере аламыз ол жерге. Біз, конечно, біз ана 3 жыл деп қысқартып отырғанымыз, өйткені оған дейін, мысалы, сендер бұл фильмді бір жерге сатып жіберулері мүмкін, мысалы, бір жақта көрініп қалған болуы мүмкін, бір фестивальдарда болмаса, бір басқа бір кинолардың арттарда. Егер ондай болмаса, ешқайда шықпаған болмаса, ешқандай жаңағындай шетелдік телевиденияларда, фестивальда үлкен экранға шықпаған дүние болса, онда негізі әрине былай айтқанда шығаруға болады. Сосын бізде негізі жаңағы үлкен экранға қоятын өзіміздің контенттеріміз, видео контенттер, солар бар. Одан ары қарай негізі жасалмаған жоба бар, әлі жасалмаған. Как-то тизер жасалады минуттық, негізі соны көрсетеміз. Негізінде сонымен болады біздің егер қоятын болсақ неміз. Оған кәдімгідей бір кісі бару керек екен, өйтетін болса жаңа біздің орнымыздың үлкендігін білу керек екен, бізде қаншалық кеңістік болады, чтобы не нәрселерді көрсете аламыз деген нәрсе. Сол нәрсе маңыздырақ болды. Кеңістіктің үлкендігіне қарай біз уже ойлана аламыз, не нәрселерді біз істейміз ол жерде деген. Өйткені жаңа 20 квадрат болса, бізде қазір қанша, мысалға қанша студия болды, 5 студия, 10 студия деген кезде бізде уже түсінікті болады, бізде қанша орын артылатын ол жерде. Сол кезде бірнеше фильмді таныстырыламыз ба, жоқ тек бір ғана фильмді таныстырамыз ба, қалған жаңағы бір кісіні қойып ауызша сөйлетеміз бе ол жерде, соны қарау керек. Оның бәрін бағана біз айтылды, не туралы фильмдер саны туралы, әр студиядан қанша фильм, бірақ біз оны нақты айта алмаймыз. Өйткені біз бірінші жалпы үлкен қомақты нені біліп алайық, жаңағы объемды, қанша фильм бізде жалпы бар. Сосын соның ішінен уже бөле бастаймыз. Мына студиядан мынанша, мына студиядан мынанша дейміз де. Содан уже жаңағы квадратураны біліп алайық, өйткені біз 20 деп отырмыз да, бірақ 20-ға сыймай қалатын сияқты. Сондықтан бізге одан үлкенірек. 20-ға сыймай қалатын сияқты, десе жаңағы бәрі кісі айтып отқандай болса. Сосын тағы бір нәрсе, ақыры жаңағы жәрмеңке болғаннан кейін әр студия өзінің қалтасынан шығарса, өзінің, енді ол дұрыс нәрсе ғой. Үйтетін болса, бізге негізі жалпы стилистика, жалпы безендіру деген нәрсе керек емес сияқты, өйткені көп фестивалдарға барып жүрміз ғой, жаңа кино жәрмеңкелерге.
тоже бір елдердің атынан келген бір үлкен, мысалға 50 квадрат, 100 квадраттық жерлерде ешқандай статистика болмайды. Әр компания өзін ерекшелендіруге тырысады ол жерде. Сондықтан барлығымызге бір стилистикада бір дизайн қойып тастайтын болса, уже жәрмеңке емес, ол как-то бір біз Қазақстанның атынан бар қазақтың анимациясы күшті дегенді көрсетіп беру үшін ғана баратын сияқты боламыз да. Келісем, иә, келісем. Өйткені бізге Осы жағынан өзінің стенаның дизайны анау деген сияқты общий нәрселерге уже артық шығында болмайды деген сияқты. Ну, как-то ұсыныс рет. Оны да қарастырамыз, өйткені ол да айналып келгенде қаржыға тіреледі. Біз қазір қанша қаржы жинаймыз, соны бәрін есептеп алғаннан кейін жаңағы енді айтқанда қалай еді анау ғой, артық айту керек та, өйткені қысқарту оңай деген сияқты. Сондықтан біз артығымен есептеп алайық, сосын ақын қысқартамыз. Жалпы сосын айтпақшым, жаңағы қандай нәрселерді қоямыз, не істейміз деген нәрсе сол біздің кеңістігімізге қарай белгіленеді негізінде. Сіздер жақтан осы ақылдасудан кейін бір үлкен нәтиже шығып, мөлшермен соны айтып жатсаңыз, соған қарай уже ойлана аламыз, қалай істейміз. Жақсы. Бүкіл хабардың бәрін беріп отырамыз. Бүкіл жаңадан түскен информацияның бәрін ортаға салып, хабардар етіп, осының бәрін бірге ортадан шешім шығарамыз. Сосын жаңағы екінші мәселеде тағы бір айтарым бар еді. Бағасы жағынан дегенде, жуықтан бері байқап отырмыз, мысалға қазір анау ArtStation болмаса басқа нелер, порталдар керемет болып ашылып жатыр да, жаңа шетелмен жұмыс істейтін осы біздің артистерге. Мысалы, қай күні ArtStation'да Epic сатып алды да, сосын оның несі жаңағы VIP бар ғой, өзін таныстырады, мысалға бір артист кіреді, сосын оны таныстырады, оны не істей алады, мысалға моделист па, суретші ма. Соның бәрі арзандағаннан кейін біздің елде көп артистер негізі сол ArtStation'мен болмаса басқа нелермен доллармен жұмыс істейтін болды кәдімгідей. И біз өзіміздің қолымыздағы проектілер бар, мысалы модель істеу болмаса бір нәрсе дегендерге сол кісілерге тапсырып десе, уже ол кісілер бізге кәдімгі халықаралық стандарт бағаны айтады. Ол баға біз істеп жатқан қазіргі қазақ фильм болмаса, балапан телеканал болмаса, басқа өңірлер болсын, сол бюджетке келген кезде уже үлкен ақша болады да, бізге уже қиындау, керемет нелерді алу, жаңағы жақсы мамандарды алу. Енді біз шетелге жұмыс істеп жатқан адамдар енді жақсы адамдар ғой, былай айтқан кезде, жақсы артистер деген сияқты. Сонда бағаны соған тураласақ деп тұрмды, сол жағынан кішкене қарай салсаңыздар. Порталдарда барлық нелері бар. Бағаның нелері қойылған, стандарт бағалары бар, мысалға модельде осындай, анада мынандай деген. Соған бір қарап қойсаңыздар, не ретінде. Мен түсіндім, мен былай айтайын қазір. Біз негізі сенің айтқаның дұрыс, әрине біз енді үлкен нәрсеге ұмтылуымыз керек қой, жаңағы шетелдің болмаса Диснейдің, Пиксардың жаңағы айтқанда бағаларына сәйкестендіру үшін. Бірақ әрине біз бәріміз білеміз, ол әзірше мүмкін емес. Сондықтан қазір біздің ең бірінші мақсат мына өзіміздің ішкі нарықтағы бағаларды теңестіріп алу. Біз қазір өзіміз ішімізде теңесіп алған жоқпыз да. Біз ішімізде теңесіп алсақ, бір-бірімізге синхрон жасап. Сосын ары қарай бірге жалпы үлкен бір неге түсіп алғаннан кейін, бір арнаға түсіп алғаннан кейін, ары қарай жаңағыдай модель, текстуринг, бүкіл жаңағы позициялардың бәрін уже ақырын теңестіреміз. Бірден әрине біз Американың болмаса Қытайдың алпауыт студияларымен бірдей болып кетуді айта алмаймыз. Сондықтан бірінші жаңағы мүмкін СНГ-ның айналасында болмаса Европаға қарай, сендер қандай елдермен көп әрекет етесіңдер. Вот соның бәрін практикасын бәрін жинап, ақырын сосын біз оны жаңа өсіреміз. Өйткені шынымен бізге қымбат деген дүние басқа елдерге мысалы түкке тұрмайтын тиын болып көрінеді. Сондықтан бізге олардан заказбен жұмыс істеу, партнерский жұмыс істеу, даже копродукцияға шыға алмаймыз. Біз мысалы Ресейдің өзімен копродукцияға шығамыз деп қанша келіссөзге келдік, бірақ біздің бағамен олардың бағалары теңеспегеннен кейін біртүрлі 50-50 болмай қалады да. Сондықтан ол да проблема көрсетеді. Бірақ ең басты мақсат ішімізді теңестіріп алайық, өзімізді теңеспесек біз қазір болып кетеміз. Енді жаңағы айтып жатқан нәрселер өзімізді теңестіру дегенде бәрібір сол түп айналып келген кезде жаңа проектіге жұмсалатын ақша, әртүрлі налогтар бар, сосын артистерге берілетін ақша ғой. Соның бір ұшы жаңағы егер жақсырақ жұмыс болса, мысалы ауқымды жобалар болса, кәдімгі имидждік жұмыстар болатын болса, онда уже бізге жақсы артистерді алу керек. Сондықтан негізі өз ішімізде деген кезде
телеканалдармен болмаса Қазақфильм бағасын теңестірген деген сияқты ол қалай болады, өңірлермен деген сияқты ма? Негізі сол стандарт алып, хотя бір кішкене скидка жасасақ та, шамалы өзіміздің артистеріміз өзімізге жұмыс істейтіндей қылсақ дұрыс еді. Жақсы, жақсы. Онда Қасиет, сенің қолыңда енді материал бар ғой, сен шетелмен жұмыс істеп жүрген азаматсың. Сондықтан сол бір жаңағы былай айтқанда ориентир дейді ғой, бағыт бағдарды көретіндей бір өзің бір ұсынсаң, мысалы мына допустим Қытайда болмаса Жапонда, Японияда модельдің бір модель жасаудың бағасы мынандай, болмаса там бір секундтың несі мынандай деген сияқты, рендердің кадрмен бір кадрды рендерлеу мынанша тұрады, болмаса мынаншадан мынаншаға дейінгі деген сияқты бір қалыбын берсең бізге, онда сосын соған қарап уже реттеп аламыз. Хорошо, мен атсалысып көрейін, иә, сондай қалыптарды жинап сіздерге как не ретінде көрсетейін. Бір мысал ретінде. Менің сұрақтарым бітті. Жақсы, рахмет Қасиет, өте тамаша, жақсы. Тағы да егер біреуде сұрақтар болса, Всем добрый день. Адай, можно я скажу? Конечно. Да, я хотела вот в мировой практике на таких фестивалях и ярмарках, я бы хотела сказать, если мы делаем общий стенд, на нем должны быть все логотипы, так как это объединенный будет стенд всех анимационных компаний, там будут логотипы всех продакшенов. То, что будем организовывать, в принципе, вы будете скидывать нам все логотипы, информацию, и мы можем сделать общий каталог, который мы будем раздавать тому же фестивалю, всем другим анимационным компаниям и всем присутствующим, которые будут там. Второй вопрос – это я тогда уже буду связываться с организаторами и узнавать по поводу суммы, стоимости, что туда входит, что мы можем там презентовать, будут ли ролики, будет ли телевизор. Помимо стенда, как ты говорил изначально, что стульчики, столы, это тоже все считается на фестивале. Поэтому будем еще также, нам выдадут каталог тех компаний и продакшенов, которые будут участвовать на этом фестивале, и мы можем уже изначально договориться с ними о встрече. И я думаю, что лимит по людям, которые должны поехать на фестиваль, это 10-12 человек. По одному человеку от каждого продакшена. Казахфильм, представители, они могут вдвоем поехать, ну, это уже будет каждый за свой счет будет ехать. И я думаю, что мы тогда свяжемся, я буду связываться с организаторами, и у нас есть сейчас общий чат, куда я буду скидывать всю информацию, после чего мы будем вместе обсуждать и думать, как нам раскрыть именно, чтобы нас видно было. Мы будем вместе выбирать локацию того стенда на фестивале. Всю информацию буду скидывать в чат и будем тогда обсуждать вместе. Нам нужно было только сегодня ваша поддержка и проголосовать мы все за или против. Поэтому если все, в принципе, за, Казахфильм с нами, Центр тоже, и остальные продакшены тоже не против, в принципе, тогда давайте будем заниматься фестивалем. Это хороший шаг для, первый шаг для познания вообще фестиваля, мира, ярмарки, всех компаний, с которыми мы могли бы в дальнейшем сотрудничать. Совсем здорово. Всем спасибо. Прямо спокойно стало. Очень замечательно. Иван, есть что сказать? Так, касательно нормативов. Добрый день, меня зовут Иван Радашов, режиссер анимации. Так, касательно нормативов, то есть еще одна вещь, которую мы должны будем судить и в которую мы должны будем пойти, это сами форматы сериалов. То есть сейчас есть какой-то обобщенный формат, и он подразумевает какую-то утилитарность. И нам уже нужно переходить уже на иные варианты, то есть создание и все такого, и оттуда уже идти в другие, другие расценки и как раз-таки в другие нормативы. То есть нам нужно будет это отработать. Также, наверное, меня поддержат, необходимо развивать экспериментальную анимацию. То есть сейчас нет такого термина, как короткий, то есть анимация до 3 минут, потому что в кинематографе нет таких зарисовок, это всего лишь этюды. В анимации до 5 минут могут быть готовые произведения, которые даже могут номинироваться на Оскар. На данный момент нет такой возможности именно развития как раз молодых авторов, либо уже матерых авторов, которым нужно просто высказаться, скажем так, и сделать какой-то новый опыт, новое творчество. И мы должны как-то тоже это обсудить, и чтобы была возможность это поддерживать.
Ну, в целом, я думаю, так. По поводу стендов, я хочу все-таки настоять на том, что нам необходимо сделать единый дизайн, где все студии, как сказать, то есть подготовят фонд, все материалы, там уже дизайнер будет это все подготавливать, вместо того, чтобы каждый подготовил что-то, и мы это было не как-то в разброс, то есть не вместе извиняюсь. Ну, то есть было разношерстно, и нам нужно от этого немножко будет уйти. То есть это мое предложение, это мое мнение. В целом, как-то так. Спасибо. Ну ладно, мы, в принципе, услышали, поэтому эти вопросы, ну, и так же, как и другие вопросы, мы будем обсуждать еще. Обсуждать. У нас, в принципе, время есть, хотя его уже нет, да, так сказать. Поэтому будем обсуждать в скором темпе, и по результатам всех обсуждений, всех предложений будем уже информировать вас в чате или вот так и будем собираться. Вообще, как удобно? Удобно собираться вам? Я просто у каждого свой график. Әркімде өзінің жоспары бар да, бірақ біз осымен зумның арасында кездесіп тұрсақ бір сағатта. Қалай қарайсыздар? Если мы, не знаю, неделю, может, 2 недели раз будем встречаться в этом формате, в зуме, в конференции. Удобно будет? Это вопрос. Мне, в принципе, удобно, да, я согласен. Алдын ала уақытын айтып отырсаң қосыламыз ба? Иә, алдын ала уақытын қосыламыз. Жақсы, Мақпал ханым, сізде қалай? Сізде енді жұмысыңыз көп. Қазір деген біз мына кейбір мәселелерді шешіп алайық адай дистрибуциямен. Содан кейін мен барлық жиналыстарда боламын. Солардың айтқанына бойынша мен сізге өзіңізге жеке хабарласамын. Жақсы. Уақыт болған кезде міндетті түрде қатысамыз. Хорошо, жақсы. Ондай болса, біз енді негізгі екі мәселені былай шештік. Өте жаңағыдай оң шешім таптық деп ойлаймын. Думаю, что мы обсудили 2 больших глобальных вопроса и очень положительные решения. Спасибо всем. Барлықтарыңызға рахмет. Көріскенше.